сіздерді барлығыңызды бүгінгі Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақта бірлік бар жерде тірлік бар. Бақ пен ырыс қайда бара жатырсың, ынтымағымен бірлігі жарасқан жерге бара жатырмын деген қанатты сөз бар. Осы бірлігіміздің арқасында осындай ел болып үйісіп, үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Ауылымызда осы бірліктің арқасында барлық аудан бойынша ауылдардан экономикалық түрлі жағдайларда алда келе жатырмыз. Ол осы еліміздің, халқымыздың, ауылымыздың бірлігінің арқасында деп білемін. Осы келіп жеткен Рамазан айымен де сіздерді шын жүректен құттықтағым келеді. Рамазан айы сабыр айы. Осы ауылымызда, осы қанағаттың, сабырдың айында, осы ауылымызда осы жағдайды, орын алып жатқан жағдайдан аман-есен өтіп кетуіміз үшін барлық карантиндік шектеулерді сақтауға атсалысыңыздар. Балаларыңызды, жастарыңызды осы сабырлыққа, карантиндік шектеулерді толығымен ұстауға үйретіңіздер, қадағалаңыздар. Біз біргеміз, бірлігіміздің арқасында барлық қиындықтарды жеңіп шығамыз. Қазақстан халықтарының бірлігі күні құтты болсын. Ауылымыздың ынтымақ бірлігі арта берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Түгіскеніміз асқақтап, жоғарыдан биіктен көріне берсін. Осы елімізде қалыптасқан жағдайға байланысты біздің ауылымызда да біраз шектеулер енгізілген. Осы шектеулерге қарамастан ауылдық округ әкім аппараты, мәдениет клуб үйі сіздерді осы үйде отырған кездеріңізде өнермен, тағы да басқа да мәдени шаралармен қамтамасыз етіп келе жатыр. Өздеріңізге белгілі болғандай, өткенде клуб үйінің ұйымдастыруымен онлайн концерттер өткізілді. Ауылымыздың шыққан композитор Құлахмет Нәлтаевтың әндерінен тыңдадыңыздар. Түрлі мәдени шаралар мен ән шашуларда Бақытгүл Тасқожаеваның клуб үйінің қызметкерлерінен орындауымен тыңдадыңыздар. Осы шектеулерге байланысты осы Қазақстан халықтар бірлігі күні де, жеңіс күні де бұрынғы қалпымызша тойланбайды. Бірақ біз бұл шаралардың бәрін қырқол қалдырмаймыз. Өздеріңізбен осындай онлайн жүйеде мерекені тойлаймыз, құттықтаулар айтамыз. Ардагерлерді, осы елге қызмет жасап жүрген белгілі азаматтарды марапаттауды, насихаттауды жалғастырамыз. Мереке тағы да құтты болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, құрметті аудан, құрметті ауыл ағайындар. Рамазан айы баршамызға мүбарак болсын. Алла тағалам осында рахымды, мейірімді, шапағатты айлардың арқасында Алла тағалам баршамызға да осындай елге келген қасіретті тездеп жеңіп шығуды Алла тағалам нәсіп қылған болған болсын. Алла ел жұртымызға амандық беріп, ауызбірлік беріп, Құда қаласа, осы тауқыметпен барша халық ауызбірлікпен күресуді нәсіп қылған болсын. Ағайындар, білесіздер, бұлдарлары, алдындары осы Рамазан айында тарап намаздарымызды мешітте жамағатпен оқып, үрің-гүрің, қандай керемет болатын еді. Енді қазір уақытта жағдайға байланысты барша халық, бүкіл ел, жалғыз біздің ауыл емес, бүкіл ел барша тарап намаздарды әр пенде өз үйлерінде, өз отбасыларында Алла тағалам оқытып жатыр. Бұл да бір Алланың сынағы шығар, иншалла. Пенде кезінде бабаларымыз оқшауланып, құпия оқыған намаздар болған болса, Алла тағалам бұл да біздер сынақ Құда қаласа, пенделерім өз үйлерінде намаздарын оқып, құлшылықты көбірек қылсын деген шығар. Патша Алланың жердегі көлеңкесі. Патшаның әміріне бағыну шариғат бойынша бұл уәжіп болып келеді ағайындар. Патшаның әміріне толық бағынып, карантин режимін қатаң сақтаңыздар. Мемлекет басшылығымен бұйрығыменен қазір білесіздер, барлық жұмыстар онлайн режимде жүріп жатқан білесіздер. Оқулар, мектептегі үлкен оқу, жоғары оқулардың барлығы да онлайн режимде жүріп жатқан білесіздер. Сол сияқты ауыл әкімдігі, ауыл мәдениет үйінің ұйымдастыруымен жүріп жатқан онлайн концертін тамашалап ағайындар үйде отырыңыздар. Құрметті ауылдастар, 1 мамыр халықаралық ынтымақ күні құтты болсын.
Елімізде тыныштық болсын, ынтымағымыз арта берсін. Түгіскен ауылды клубы көркемөнерпаздарының онлайн концертін қабыл алыңыздар. Сазгер Құлахмет Нәлтаев ағамыздың әні «Қызылала орамал». Нажил